Таразда автобус жаяу жүргіншіні жаншып кетті. Қоғамдық көлік жүргізушісі жаяу жүргіншілер жолағынан өтіп бара жатқан әйелді қағып, бірнеше метрге дейін үстінен жүріп өткен. Әйел сол жерде көз жұмды, ал жүргізушіге қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу басталды. Бұл автобус ішінде түсірілген бейне көрініс көліктің алдыңғы әйнегі шытынап кеткен. Ал көше камерасындағы видеоны көрсеңіз жан түршіктіреді. Қоғамдық көлік жүргізушісі оңға қарай бұрылып жатқанда алдындағы жолаушылар жолағынан өтіп бара жатқан жүргіншіні байқамады ма, тоқтамастан әрі қарай тағы бірнеше метр жүреді. Ал мына видеода марқұм әйелдің бағдаршамның жасыл түсі жанған кезде өтіп бара жатқаны анық көрініп тұр. Адам қаққан қоғамдық көлік Әулиеата Транспас автопаркіне тиесілі екені белгілі болды. Мекеме басшысы 22 жастағы жүргізушінің жұмысқа жақында ғана қабылданғанын айтты. Біздің мекемеге бір ай бұрын, 1,5 ай бұрын қазан айының басында жұмысқа кірген. Бұл оқиға туралы қазір мен сіздерге нақты қалай болған туралы нақты толыққанды айта алмаймын. Себебі ішкі істер басқармасының зерттеулі жаңа шараларынан кейін айтылатын болады. Полиция департаментінің мәліметінше автобус рөліндегі жас жігіттің қоғамдық көлікті тізгіндеуге санаты сәйкес келмейтін көрінеді. Жүргізуші куәлігінде тек Б санаты болған. Осының салдарынан әйел қайтыс болған оқиға орнында. Қазіргі уақытта қылмыстық кодекстің 345-ші бабы 3-ші бөлігімен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Жол апатынан қаза тапқан әйел 58 жаста болған. Оған қатысты басқа да ақпарат жоқ. Полиция департаменті тергеу мүддесіне байланысты істің мән-жайы жария етілмейтінін жеткізді. Берік Жұмабайұлы, Чернияз Борантаев, Астана Таймс, Тараз.